Саламатсыздар ма? Есімім Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы кредит төлеуді кешіктіріп просрочкаға шықсам не болады? Немесе уақытылы кредитті төлеуді ұмытып кетсек не болады? Деген сұраққа жауап беретін боламын. Тақырыпқа өтпестен бұрын әдеттегідей каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен, кредит төлеуді кешіктірсек, немесе уақытылы төлеуді ұмытып кетсек, не болады? Ең алдымен мынаны түсініп алайық. Банктен алынған кредит ол заңмен бекітілген келісім. Бұл дегеніміз досыңыздан ала салған қарыз ақша емес. Сондықтан оны төлеу кезінде ұмытып кетіппін, сәл кешігіп төлесем қалай болады, білмей қалыппын деген сылтаулар өтпейді. Себебі барлығы заң аясында бекітілген және банк қызметкерлері өз жұмысын атқарып отыр. Сондықтан кредитті ұмытып кетсеңіз, немесе уақытылы төлемесеңіз, біріншіден, сізде кредитная история бұзылады. Және бұл ақпарат барлық банктерге тарайды. Себебі банктерде клиенттердің кредитный историясын қарайтын ортақ база бар. Екіншіден, егер кредитті залогқа қойып алсаңыз, кепілдікте тұрған мүлкіңізді банк сот шешімі арқылы тартып алады. Мұндай жағдайға түсуді ешкімге тілемес едім. Үшіншіден, банк сіздің кредит қарызыңыз үшін шетелге шығуға арест қоятын болса, сіз шетелге шыға алмайсыз. Әуежайдан кері қайтқыңыз келмесе, кредиттеріңізді уақытылы төлеп жүріңіз. Сондай-ақ, кредит төлемей жүргеніңіз жайлы ақпарат жұмыс берушіңізге де жетуі мүмкін. Кәсіпкер болсаңыз, бизнестегі серіктестеріңізге жетеді. Әрине, ешкім апатты жағдайлармен сақтандырылмаған. Аяқ асты ауырып қалсаңыз, немесе жұмыссыз қалсаңыз, күтпеген жағдайда туындаған форс-мажорлы жағдайлар болып қалса, бұл жайлы банкке алдын ала хабарласып, ескертуге болады. Саламатсыз ба, мен сіздің клиентіңізбін, мен осында айда кредит төлей алмайтын сияқтымын, сізге алдын ала ескертемін деп едім, бұл мәселені қалай шешсек болады деп алдын ала жазбаша түрде банкты ескертіңіз. Ең бастысы, айтқан сөздеріңіз дәлелденуі керек, яғни ауырып қалсаңыз, немесе жұмыссыз қалсаңыз, оны растайтын справкалар болу керек. Банк барлығын алдын ала ойластырып қойған, олардың мұндай жағдайларға арналған шешімдері бар. Әр банкте әртүрлі шешім беріледі. Кейбір банктер сізге уақытша негізгі қарызды емес, пайыздарды төлей тұруға ұсыныс береді. Кейбір банктер сіздің жағдайыңыз реттелгенше кредиттің каникул, яғни кредитті уақытша төлемей тұруға мүмкіндік береді. Кейбір банктер кредиттің мерзімін созады, жалпы шешімі бар. Осылай банкке алдын ала ескерту арқылы өзіңіздің беделіңізді және кредитный историяңызды таза сақтап қала аласыз. Ең бастысы, мүлдем хабарсыз кетпеңіз. Банкпен туындаған кез келген проблеманы шешуге болады. Ал егерде төлемей жүрсеңіз, немесе ұмытып кетсеңіз, сосын делаңыз коллекторларға өтеді. Коллекторлар қарызды қайтару үшін әртүрлі әрекеттерге барады. Басында олар сізге хабарласып, бірнеше ескерту жасайды. Егер сіз ескертуді түсінбесеңіз, қатаң әрекеттерге көшеді. Видеоны қорытындыласам, кредит алмас бұрын барлық жағдайларды ескеріңіз. Ешқашан эмоцияға беріліп, асығыс кредит алмаңыз. Кредит алған соң өзіңізге үлкен жауапкершілік алып жатқаныңызды түсіне біліңіз. Ал егерде кредит алып, осындай просрочкаға түсейін деп тұрсаңыз, немесе просрочкаға шығып кетсеңіз, сізге ай сайын төлейтін график орнатып бере аламын. Осы видеоның астына ссылка қалдырам, сол ссылкаға өтсеңіз, менімен тікелей хабарласа аласыздар. Ал мен сіздердің қарыздарыңызды тиімді графикке орнатып берем. Кредит алдыңыз ба, оны уақытылы төлеуге дайын болыңыз. Қарызсыз жүрек, каналға тіркеліңіздер, видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеоларда көріскенше.